Салам достар, сенімен бірге бұл мен Блоди. Менің кезекті видеома қош келдіңіздер. Бүгін өздерің көріп тұрғандарындай мен бүгін бірінші левелге арналған өте тиімді, пайдалы және де ақшасы көп табатын жұмыстар туралы айтатын боламын. Ендеше сен лайк басып, подписаться кнопкасын басып отыр. Ендеше мен бастаймын. Достар, бүгін мен бірінші левелдағы яғни 3 керемет жұмыс, тиімді, пайдалы, өте керемет дейтін жұмысты айтатын боламын. Оларда мен өзім істеп, өзім тексеріп, эксперимент жасаған секілді. Солай болды. Мен енді сендерге өзім ұсыныстарымды білдіретін боламын. Ал осы видеоға сендер 50 лайк жинап тастасаңдар, онда мен келесі видеода 2-ші левелді қандай керемет жұмыстар бар, сол туралы айтатын боламын. Және де осы видеоға тағы да 60-70 лайк жинап тастасаңдар, және де подписчик көбейтіп тастасаңдар, онда мен қалай ақша тез жинау керек туралы құпия сыр айтатын боламын. Бізде бүгін топ 3 болады, яғни бірінші левелде топ 3 болады. Соның 3-ші орын бізде иеленіп отырған ол шахта. Яғни сен бұл жұмыста басқа жұмыстан қаттырақ қиналасың. Ақшасы да қатты деп айта алмайын, бірақ бірінші левелде істеуге келеді дейтін қатарында. Яғни сен бұл жерде аз табасың және де көп қиналасың. PS бөлімінен тауып работать для новичков деп шахта деп белгілеп келгеннен кейін, әрине осылай осы жерде сендер бірінші киініп аласыңдар. Киініп алғаннан кейін сендер өздерін бір яғни қазатын жер бар өзі. Сол қазатын жерге яғни барасыңдар. Сол жақта барғаннан кейін өзі килограмм сондай болады. Өйстіп көп қазасыңдар. Осылай сендер қиналасыңдар. Және де бұл жақта сендер өздерін секіріп қоймауларың керек. Өздерің көріп отырсыңдар, және бұл жерде сендер 180 рубль табасыңдар, бірақ тек қана 180 рубль таппайсыңдар, әрине килограммына қарап табасыңдар. Ал менде килограмм аз болды, сол себепті 180 рубль алдым. Сендер бұл жақта 3-ші орын, сондықтан қатты бұнда бара бермей қойдыңдар. Бұл жақта уақыт жоғалтасыңдар, және де ақшада көп жоғалтасыңдар, себебі ақша тез бола бермейді. Яғни айтқанда, ақша аз табасыңдар, килограммына маңызды, көп қарайды. Сондықтан солай. Достар, біз топ 3-тің 3-ші орнын айтып бітірдік, ал келесі 2-ші орын ол грузчик деп аталады. Ол жақта бір тасығанға 300 рубльдей аласың, яғни ол жақта солай сенде VIP немесе X2 болса 600 рубльдей ақша табуға болады. Бұл да жақсы жұмыс деп айталамын. GPS бөлімін басып, работать для новичков деген жерді басып, грузчик дегенді басып, және де осы жаққа келіп, работный киімді алып киемізде осылай жерден зат аламыз, осы қызметкаларға барып отырамыз. И потом осы жерде лабиринт секілді бір коробкалардың аралары болады, сол жермен өтеміз, и бір дөп деген меткаға жетеміз. Өздерің көрдіңдер, бұл жұмыста бір тасығанға 300 аласыңдар. Және айтып кеттім, X2 или серверлерінде X2 күн болады ғой, сол кезде 600-ден табасыңдар. Яғни X2 күнді мүлдем жоғалтып алмау керек. Оны пайдаланып қалу керек деген мен сондай тұжырымдама айтқым келіп отыр. Яғни достар, мен уже топ 3 пен топ 2-ні атап өтіп тамамдадым. Енді сендерді ұзақ күттірген гран-при бас жүлде 1-ші орыннан қалай айтамын, өзім білем. Сондайға жеттік. Ол бізде завод. Сендер білмейсіңдер, бұл завод. Завод новичоктар үшін ең тиімді деген жұмыстың бірі. Егерде сен серверінде X2 болса, онда сен ол жақта көп ақша тауып, 1 сағатта 100 мыңға жетіп алуына болады. Мен новичок кезімде осы жұмыстан шықпайтынмын. Яғни ең керемет жұмыс ретінде мен өзім бағаладым. GPS бөлімін басып, работать для новичков деген жерді басып, және де завод деп бассаңдар, сосын кейін работный киім алсаңдар, осы жерге келіп килограмм аласыңдар. Және де осы жерден арғарай жұмысты бастайсыңдар.
достар, өздерің көрдіңдер, міне ол барлық жұмыстардан артық табылатын, яғни 372 рубль, одан да асып кетеді, себебі килограмның көп болса одан да көп таба бересің. Мен осы жақта тынбай еңбек еткенмін, иә, соның арқасында мен осылай керемет ютубер, керемет осындай бай қазақ десем де болады, сондай болып жүрмін. Ендеше сендерге де осыны жұмыс істеуге бірден бір себепкер болайын. Иә, егер де осы видеоға сендер тағы да айтып кетейін, 50 лайк жинасаңдар, мен екінші левелде қандай жұмыстар тиімді, пайдалы, барлық туралы жайлы айтатын боламын. Мен саған көп көмек бердім деп ойлаймын, әрине. Сондықтан осы үшін лайктарыңды аямай басыңдар. Тынбай еңбек етіңдер, және де жеңісін көріңдер. Менде қазір 2 миллион болды. Барлығына алғысым шексіз, мен қатты қуаныштымын. Мен ары қарай жүре берем, тоқтамаймын. Сол ендеше амандықта жүздескенше сау болыңыздар.